Бұл соус кез келген ыстық тағаммен зор болады. Банкілерге жауып тастап, артылған осындай формочкаларға салдым. Сонда күнделікті морозилниктен алып жеуге ыңғайлы. Ең бірінші бізге қажетті көкөністердің барлығын өлшеп аламыз. Бізге сарымсақ қажет болады, қызанақ, тәтті қызыл бұрыш. Қалаған формалармен турап аламыз. Термомикс чашасына сарымсақ саламыз. 3 секунд 8 жылдамдықта турап аламыз. Сарымсақты басқа ыдысқа ауыстырамыз. Бұрыш қосамыз. 10 секунд 9 жылдамдықта майдалап аламыз. Петрушка мен укроп қосамыз. 5 секунд 8 жылдамдықта майдалап аламыз. Лопаткамен чашаның қабырғасынан төмен қарай түсіріп, оған қызанақ қосамыз. Дәмдеуіштер қант, тұз, кориандр қосып, 18 минут 100 градус екінші скоростьта қайнатып аламыз. Қайнап жатқан кезде банканы да стерилизовать етіп алуға болады. Ең соңында бағанағы туралған сарымсақты салып, тағы да 2 минут 100 градус екінші жылдамдықта қайнатып аламыз. Бас аяғы 20 минутта соус сацебейли дайын болды. Банкаларға құйып алсаңыз болады. Осы жерде чашаның крышкасын воронка ретінде пайдалансаңыз болады. Артылғаны осындай формочкаларға салып, мұздатып қойсаңыз болады. Күнделікті алып жеуге ыңғайлы. Ал видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.